енесі келіні жақтырмаған ба? Солай сияқты. Бәрі оны жасырып отыр. Келінін өз-өзіне қол жұмсауға дейін жеткізгенін білсе, сотталатынын біліп отыр ғой. Бірақ бұл жерде басқа себеп бар сияқты. Қандай? Босқа келдіңіздер. Ол өзі секірген. Не? Міне, мәйітке жасалған сараптаманың қорытындысы. Бұл істі де жабатын болдық. Байғұс әйелін өз-өзін өлтіруге дейін жеткізген неге түсінбейсіз? Сіздің бұған дәлеліңіз бар ма? Бар ма дәлеліңіз? Жоқ. Адам әбден шаршаған, алғанда терезеден секіріп кеткен. Мен де жұмыстан қатты шаршаймын ғой, бірақ терезеден секірмеймін. Айжан, сабыр. Асхат, сізге көп рахмет. Сізге де. Бұл іс бойынша жұмыс аяқталды. Себебі бұл отбасыда зорлық көрсету фактісі расталған жоқ. Сәби дәрігерлердің қарауында, ал суицид бойынша полицейлер айналысып жатыр. Үйбе, қайта деймін ма? Қайдан табылғаныз? Өзі бір қызық адам екен. Негізі оны мен өзім ертіп алып келгем. Айжан өте жақсы адам. Жақсы адам. Онымен жұмыс істейтін кім?